Ақ сарбаз кітабы шыққан уақыттан бері адамзат тарихында ұлы оқиғалар болып өтті. Кітапты оқыған адам оның ішіндегі жиһан заңдарын зердесіне сыйғызып, дүниеге жаңа көзқараспен қарай білген адам дүниедегі болып жатырған құбылыстардан ақ сарбазға қатысты жайттарды, болашақ алтын сатыға қатысты жайттарды аңғарар сөзсіз. Біз бүгін ортамыздағы ұлы ұстаздың, яғни ақ сарбаздың үйіне арнайы келіп, осынау ұлы тұлғамен сұхбат жасағалы отырмыз. Аға, сізді ел білгелі кітабың жарыққа шыққалы бірнеше жыл өтті. Бірінші кітабыңыз 93 жыл шықты, ал екінші толықтырылған үлкен ақ сарбаз кітабы 97 жыл шықты. Содан бері сізбен арадағы елдің байланысы қандай болды? Бұл енді үлкен рухани кітап болғаннан кейін қолма-қол мені бәрі қабылдайды деп, бәрі қолға көтеріп, бәрі жерінеге танымал болады деп, мен өзімді алдамаймын өзімді. Түсінікті. Бұл кітап енді бірнеше жыл керек, мүмкін ғасыр керек шығар оны бәрі түсінуге. Бірақ енді уақыт келді, Тәңір бұйрық берді. Енді мен саған бағынып, өзім емес, қазақ елінің рухын, қазақ елінің жерінеге басшы болу үшін сол кітапты шығардым. Маған ол кітаптан ешқандай пайда түскен жоқ. Бәр кітаптың гонорарын бәрін мен фондтарға тапсырдым. Екінші кітаптың гонорарын, бәр нелерін, бәр мектептерге, көбісі Көкіл мектебінің қаржысына, балаларға көмек болсын деп сөйтіп бәріне тапсырып бердім. Менің бәр мақсатым осы кітапты жазу үшін. Қазақ елінің алтын сатына өткеніне сол хабар болсын дегенім. Ал адамзаттан енді жақсы жерлері де болды кітаптың арқасында. Талай-талай жақсы адамдармен таныс болдым оның арқасында. Жәнібек келді, бірінші шәкірт, ауылдан келген шәкірт, өзі іздеп келіп. Нашар адамдар да болды, келіп. Көбісі барлаушылар болды, әулиелердің барлаушылары. Көбісі сол Сарәулие деген бір пәле болды, соның барлаушылары бой бермей, қайта-қайта жамандап. Енді қазақ болғаннан кейін аға, осы алыстан келіп едім. Бәр малымды сатып беріп едім осы сізбен кездесуге үшін. Енді қайтып оның қандай қазақтың жүрегі оған енді ел жүрегі. Есікті ашам келгенде бір оншақты бір сөзден кейін сұр жыландай жауап шыға келеді біріншіден. Біріншіден ол жауабаған менің тұрмысымды көргенмен қолма-қол уже бас тартады, оны жүрек айнайды. Оны келгендер олар ойлайды, мен мар-мар бір сая тұрам деп, тұрған Мерседесім тұр екен деп, сонда банкта жатқан толған ақша екен деп сөйтіп пайдатам деп сөйтсе, жай қарапайым адам, кішкентай екі бөлмелі үйде тұрады екен. Жататын мынау төсек орны мінекей, бәр столын, мынау табуретке бәр екі кітапты жазған. Ол бір қызық болды, бұлай столда отырып, жазайын десем, ешқандай ой шықпайды. Бірақ қағазды алып алма салайын десем, одан шошимын. Деген бұрынғы қалпынан оралып, өзім солай бір жер. Қағаз болмай, тетрадқа жазып көріп едім, тетрадтан бәрді жақсылап тұрып, қонды бәр ойлар қағазға. Сөйтіп, енді екі шеті болады ғой, тәттілігі де бар, аштылығы да бар кітаптың арқасында. Бірақ тәттілік енді бағалау, аштылығы ұмытып кеткен шығар. Келген келді, көрген көрді, алған алды, сонымен жоқ, алып басын. Тып-тыныш, тым-тырыс. Енді қазір кішкене тыныштап болды, бәрді біліп алды. Қалақтың, енді қазақ біріншіден бір неме шықса, кім екен дейді. Қайрудан екен дейді, тұрмысы қандай екен дейді, әулеті қандай екен дейді. Бізген біліп алғаннан кейін, ешқандай өзі құмарлық жоқ оған қазақтың сондай. Енді біздің менталитет дейді ғой, менталитет сондай. Жазғаның
байлық емес жазғаным. Өзімнің тұрмыстық көмесін зерттейтін. Аға, сөзіңізді бөлейін. Сіздің кітапта ақ сарбаз, қазақ халқының перзенті, әлемдік зұлымдықты жеңуші, арыш құрылысшысы, жаңа дүниелерді ашушы, сенушілердің әміршісі, құтқарушымыздың таңдаулы шәкірті, аталық негіздің иесі деген дәрежелер берілген. Мен осы атақтарды оқыған кезде ең бірінші менің есіме бірден мынау ұстаздардың ұстазы, патшалардың патшасы деп адамзат әлем ғасырдан бері күтіп жүрген Майтрея түсті, болмаса Мәди. Одан кейін енді сондай кеудемді кернеген қуанышта шек болған жоқ. Сол өзімнің ойларымды, сезімдерімді бөлісуге елменен, сол елге қуанышты хабар тезірек таратып, соларды мынау жақсылық жолына, алтын сатының жолына үндеуге деген керемет құштарлық болды. Бірақ уақыт өте келе сіздің еш нәрсе қызықпай, сондай қарапайым өмірде ештеңеге араласпай, мына дүниеде, физикалық дүниеде өзіңізбен өзіңіз жүргеніңізді көріп, және адамдардың да селқостығын көріп, мен әр күйге түстім де, артынан менде де қазір бір сабырлық пайда болды. Ал сонда сіз осындай атақтарды иелене тұра, қарапайым өмірде қалуға қалай батылыңыз бар? Өйткені мына жерде айтады ғой, арыш құрылысшысына ерекше құқық пен өкілеттер берілгенде. Ал өз басыңызға ерекше жағдайлар жасамай, осындай қарапайым бір бөлмелі үйде қанша жыл осынша уақыт тұруға қалай ерік-жігеріңіз барды? 50 жыл болды. Осы үйде тұрғаным 50 жыл. Осы көшеде 52 жылда біз көшіп келдік. Сонда колхоз болатын. Сонда колхоздың нағыз құнарсыз жері осы тас. Судың жағасы ғой, Алматинік өзенінің жағасы, тас. Сол тастан бізге участок берді, енді түкке жарамайтын жерде. Сол поселкінің шетінде, нағыз шетінде, магазинде бәрде бізге сол уақытта алыста болып көрінетін. Сол себебін осы көшеде менің тұрғаным 50 жыл болды осы жылда. 2002 жылда, осы күзде. Ал менің сондай енді қазіргі жаңа қазақтар дейді, олардың жолын қуып, бір крутой особнякқа ие болып, Мерседеске мініп, мен жүрейін деп ұмтылайын десем, біріншіден, мен өз деңгейімнен түсетін едім біріншіден, сөзсіз. Ол деңгейлер түсінікті. 3-ші сатының адамдарының деңгейлері, 4-ші сатының адамдарының деңгейлері, 5-ші сатының адамдарының деңгейлері. Ал 6-ші сатының адамдарының деңгейлері, олар енді дүниеге, ақшаға, затқа ұмтылыс аз болады. Бірінші орында әрқашанда қазақтың өмірінде рухани байлық тұрады. Қазірде тұр, бірақ енді мынау ғасырдың аяғында нарықтың қыспағында сондай оқиға болды, бірақ оның ешқандай несі жоқ, жолдан тайып кеткеніміздің біздің. Бәр жер дүние сол этаптан өтіп кетті. Феодализм, капитализм, қара капитализм, енді қазір дамыған капитализм, халық капитализмі дейді. Жасырында социализм дегенде де болады. Қазір бәрі сөйтіп өтті, бізді де сөйтіп сол жермен өтіп бара жатырмыз. Бірақ маған өз біліммен сол 90-шы жылдарда бәр қандай төңкерісті болатының бәрін біліп, оны тіпті сатуға ұмтылсам, сөзсіз лауазымды адамдар, қазіргі дөкей көкжү, тыңқиып, президенттер өңкейлер, ол білім үшін кім 91-ші төңкерісте жеңетіні. Мен ашықтан бұрын 90-ші жылда бәрінді айтып бердім. Ол төңкеріс болғанда, тәп сөгінде қасымда мені бақылайтын, тіпті КГБ-нің адамы, оның әкесі мені бақылайтын. Сол ашықтан ашық келді 19 август қазақша тамыз күніне 91-ші жылда. Сұрады. Көрдің ме телді? Көрдім. Бұл не болады? Аяғы не болады? Аяғы коммунизм жойылады дедім.
Ол сонан енді бұл ойлашы өзің. Нағыз министрлер, әскери министр, милиция министрі, КГБ бәрі де сол төңкеріске қатынасып жүр. Кімнің күші бар оған қарсы тұруға деп. Мен айтам енді, қалай болса да эволюцияның толқыны, бұл дүниеде қарсы тұратын күш жоқ. Империя сол эволюцияның толқынын шетінен тигенінен опырылып, адырап, түк қалмай кетеді бұл дүниеден. Ешқашанда оралмайды. Империя, оның себебі, бұл империя эволюцияға қарсы толқынына. Толқын басталды, бұл толқынға енді қарсы осы цивилизацияның күшті жоқ. Цивилизацияның қазір бізге, қазақ елінің жолына қарсы болса, бұл цивилизация мүлдем сөзсіз жоқ болып кетеді. Тіпті оның несі де ескерткісі де қалмайды бұл цивилизацияның. Оның себебі аяғы жердің беті өзгерілу. Сөйтіп, сонда 93 жылда да төңкеріс болды. Онда менің бауырым телефон соқты маған. Ол Мәскеуде бизнес жасап, соның ақшасы бар. Соған қорқып не болады деп телефон соқты түнде. Мен айттым, саған көктемде айттым ғой, ол күздегі оқиға. Сонда 93 жылда көктемде мен саған айттым, тағында екінші төңкеріс болады. Бірінші төңкерістен коммунизм жойылды, екінші төңкерістен совет өкіметі жойылады. Сөзсіз, екінші төңкеріс тағында демократия жеңді, аяғында сонда тәп Мәскеуде, тәп съездің сарайында дума отырды. Дума, орыстың думасы. Оны біздің қазақтың елінде онда би алқасы Қазыбек пен биді басқарып, жеті жарғы заңдары қайтадан орналғандай болған оқиға қайтадан. Оғанда басқа жерлерде мен өз жолымен енді ғарыш өкілі болғаннан кейін маған дүние қуу, ақша қуу ол ұят. Ол маған болмайтын жол.